Мендей ұлдың бұл өлке мыңын туып, әлі күнге мыңына жерік болған дейді жерлесіміз ақиық ақын Мұқағали Мақатаев. Расында аспан таулар аясында, қасиетті қан тәңірі баурайында кіндік қаны тамған әрбір перзенттің талабы да, арманы да таудай болуы табиғи заңдылық. Ұлылардың кіндік қаны тамған қасиетті мекен Райымбек ауданында дүниеге келіп, Нарынқол ауылындағы балаларға арналған киелі ордада қызмет етіп, рухани қазынаны насихаттап жүргенімді мақтан етемін. Мен Өтемеш Айтолқын Еркінқызы, Райымбек ауданы Нарынқол балалар кітапханасының кітапханашысымын. Жоғары оқу орнын кітапхана ісі мамандығы бойынша аяқтап, мәртебелі мамандығымды атқарып келе жатқаныма 7 жыл уақыт болды. Ендеше менімен бірге кітапханаға саяхаттайық. Кітапхана мемлекеттің, ұлттың негізгі жады. Еліміз үшін құнды тарихи деректер мен материалдардың дені кітапханада сақталады. Сондықтан кітапхана ісін дамытуға бей-жай қарауға болмайды. Кітап оқырманға қолжетімді болуы керек. Кітапқұмарлық жақсы қасиет деп мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өткендей, рухани қазынамызды қасиет тұтып, болашаққа жәдігер етіп қалдыру біздің басты парызымыз. Бүгінгі таңда кітапханамыз Ирвис автоматтандырылған бағдарламасына көшіп, электронды библиографиялық дерек қорларымен жұмыс жасауда. Кітапханамызда коворкинг орталығы және Жетісу адалдық алаңы жұмыс жасайды. Туған жерге тағзым, келбет, сөнбес сәулелер, ертегімен есейемін, ғибратты ғұмыр, кітап білгірі болашақ тұлға жобалары, кітапханаға кітап сыйлайық, білім кілті кітапта, жылы жүрек жомарт қол, бір ел бір кітап акциялары жүзеге асырылады. 2022-2024 жылдар аралығында Нарынқол балалар кітапханасының ұйымдастыруымен Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай Алаш жұртының ақиығы атты ғылыми тәжірибелік конференция, қазақ поэзиясының хан тәңірі, мұзбала ақын атты кітап көрмелер, бар жақсылық балаларға атты Open Air, қазақ дәстүрі тұсаукесер мерекелік шара, кітап ғажайып әлем әдеби қонақжай, жерлесіміз қазақ әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығына орай бір ел бір кітап акциясы аясында қаламы қазыналы қаламгер кітап көрмесі, әдеби аукцион, балалық шаққа саяхат әдеби байқаулары, балалар әдебиетінің бәйтерегі оқырман конференциясы, Бердібек Соқпақбаев дала жұлдызы Тебулток, балалар әдебиетінің биік шыңы әдеби сазды кеш, мақтанышы елімнің ашық сабақ, балалар әдебиетінің биік шыңы Book Travel, Бердібек Соқпақбаевтың көзін көрген Тезекбаева Әсемхан әжемізбен сұхбат өткізілді. Мерекелік шаралар 1 наурыз алғыс айту күні, көрісу күні, наурыз мейрамдары өз деңгейінде аталып өтті. Биылғы жылы наурыз мейрамына орай кітапхана ұжымы аудан тұрғындарына 80 литр наурыз көже, 40 келі бауырсақ, ораза ұстаған жандарға құрма мен су тегін таратып, аудан тұрғындарының ыстығы ықыласына бөленді. Жұмыс барысында оқырмандардың қызығушылығын арттыру мақсатында заманауи тәсілдерді, технологиялық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, әлеуметтік желілер, Zoom платформасы арқылы түрлі қызықты шаралар ұйымдастырылуда. Елімізге белгілі тұлғалармен онлайн сұхбаттар, жаңа форматтағы іс-шаралар дәстүрлі түрде әлеуметтік желілерде жарияланып отырылады. Сүйікті ісім кітапхана саласымен қатар қоғамдық жұмыстарға да белсене араласамын. Түрлі мәдени іс-шараларда аудандық сахна төрінде бір қатар кейіпкерлердің рөлдерін сомдап, оқырмандарыма жаңа қырымнан танылдым. Бүгінгі таңда әр қазақстандық үшін мәні мен маңызы артқан Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында біздің ұжым әр сенбілікке ұйымшылдықпен атсалысып, өскелең ұрпаққа киелі жер, құтты қоныс, қастерлі мекеннің тазалығын сақтау, қоршаған ортаға құрметпен қарауды насихаттап келеді. Отанды сүю парыз, қорғау міндет, ел үшін еңбек ету үлкен бақыт. Мен мамандығыммен мақтанамын.